Өмір Жақыпболатовтың өзі айтады. Әуелі үйренетін бір ғылымың өзіңнің мұсылманша дін ғылымы. Шарттарын исламның кәміл білсең, ақыреттік азық болар шын ғылымы дейді. Одан бұл медреседегі мақсат ең бірінші іргетасы түзу адамды тәрбиелеу жастарды. Бұны ертең батыстың ба, тағы да басқа шығыстың ба мәдениеті ала алмайтын жасты дайындау керек. Қозғалмайтын, мызғымайтын жастар болу керек. Ол үшін олар сол жерде оқытылу керек. Ол үшін олардың күндіздері, түндері сол жерде өту керек. Қазір ұстаздар бар қастарында. Бірге тахаджуд оқиды, бірге уайымдайды, қастарында жүреді. Ол сол мектептен өту керек. Ол мектепте қаншалаған мінездер бар. Сол мінездердің барлығы бір-бірімен жаңағы танысып, енді кез келген нәрсеге шыдай алатын, төзе алатын. Кешегі пайғамбарымыз саллаллаху осы бетіне үйреткісі келген мінездердің, ол мінездерге негізделген жастар шығу керек болып отыр. Жаңағы алаштықтардың өздерінің алғашқы іргетасы сондай медресе болады. Кейін барып олар енді дүниенің бір саласын жеке-жеке меңгерейік. Менің қызым Айбикені білесің. Семейдегі қыздар гимназиясын тәмамдағаннан кейін бар білген мына шәкірттеріне үйретіп жүр. Бәрекелді. Әбеке, батыс елдерінде ғылым мен техниканың қалай дамып кеткенін білесіз. Оны кеше соғысқа барған қандастарымыз да байқады. Білекпен емес, өнер біліммен ғана өзге елмен иық тірестіре аламыз.